сиқырлы әлемге қош келдің. Осындай қызықты ертегілерді тыңдай беру үшін тіркеліп қолдау көрсет. Қазір ертегі басталады. Піл мен арыстан, орман билігі. Баяғыда сонау алыстағы жасыл орманда жануарлар бейбіт өмір сүріпті. Бұл орманды әр түрлі аңдар, құстар, жәндіктер мекендеген екен. Бірақ бұл орманда бір мәселе туындайды. Орман патшасын сайлау керек болады. Жануарлар жиналып кеңес құрады. Бірі арыстанды ұсынады. Арыстан мықты, күшті, ол бәрімізді қорғай алады дейді. Екіншісі, бірақ піл ақылды, сабырлы, ешқашан ашуға ерік бермейді. Бізге ақылды басшы керек дейді. Сөйтіп екіге бөлінеді. Бірі арыстанды қолдайды, бірі пілді қолдайды. Соңында жануарлар келісімге келіп, кім екеуіңіздің орманға шынайы қамқор бола алатыныңды көрсетсе, сол патша болады деп шешеді. Күндер өтіп, орманда аптап ыстық басталады. Өзендер су алып, жануарлар шөлдей бастайды. Арыстан бұл жағдайға ашуланып, қайда кетті бұлттар, неге жаңбыр жоқ деп ақырды. Бірақ айғай-су алып келмеді. Ал піл сабырмен ойлайды. Ол ескі карта тауып, онда жасырын бұлақтың орны бар екенін көреді. Сөйтіп жерді қаза бастайды. Көп кешікпей жер астынан су шығады. Жануарлар қуанып, жүгіріп келіп, шөлін қандырады. Барлығы пілге риза болады. Бір күні орманға қулығымен аты шыққан түлкі келеді. Бірақ ол барлық жануарларды алдап, жемістерін, тамағын тартып алып жүреді. Арыстан ашуланып, түлкіні ұстап алып, оны қумақ болады. Бірақ түлкі орманнан қашып кетеді. Піл болса, түлкінің артынан өзі барып, онымен сөйлесіп көреді. Түлкі алғашқыда мазақ етеді. Бірақ піл, сен өзіңнің қулығыңды алдауға емес, орман үшін жақсы нәрсеге қолдансаңшы дейді. Піл оған жұмыс ұсынады. Ормандағы жоғалған заттарды табатын із-кесуші болу. Түлкі ойланып келісе кетеді. Содан бастап орманда ешкім адаспайтын, жоғалған заттар тез табылатын болады. Бір түнде найзағай түсіп, орманның бір бұрышы отқа оранады. Барлық жануарлар үрейленеді. Алыстан ақырғанмен отқа жақындай алмайды. Піл болса, үлкен денесімен суды толтырып, қайта барып, отты сөндіреді. Бірнеше сағаттан кейін өрт тоқтайды. Барлық жануарлар аман қалады. Келесі күні барлық орман халқы жиналады. Арыстан орнынан тұрып, мен мойындаймын. Патша болу тек күш емес. Патша болу жүрек, ақыл мен сабыр. Бұл қасиеттер пілде бар. Мен оның патша болғанын қалаймын дейді. Сол күні пілді орманның жаңа патшасы етіп сайлайды. Бірақ піл бірден, бұл арман бәріміздікі. Мен жалғыз шешім қабылдамаймын. Арыстан менімен бірге кеңесші болсын. Біз бірге орманды қорғаймыз дейді.
Содан бастап орманда бейбіт өмір басталады. Арыстан мен піл бірі күш, бірі ақыл ретінде бір-бірін толықтырып, жануарларға әділдікпен басшылық етеді. Соңы